Қыздар, бүгін мен сіздерге американдық модель Лорен Вассердің оқиғасын айтып бергім келіп отыр. Бұл оқиға 2012 жылы орын алған. Лорен Вассер американдық модель болып жұмыс жасап жүрген қыздардың бірі болатын. Және де бұл оқиға орын аламын дегенше, Лорен Вассер тек қана Америкада ғана танымал модель болған, бірақ бірнеше жыл бұрын франциялық мода журналының ең алғашқы бетіне осы Лорен Вассердің суреті шыққан кезде бүкіл әлем осы модельдің оқиғасын біле бастады. Және де сол оқиғамен мен сіздермен бүгін бөліскім келіп отыр. Өйткені бұл оқиғаны әрбір келіншек, қыз келіншек білуі керек деп ойлаймын. Оқиғаның өзіне келетін болса, қыздар, мына суреттегі Лорен Вассер, ол Америка құрама штаттарының тұрғыны, модель қыз. 2012 жылы еш нәрсеге қауіптенбей, етеккір кезінде кәдімгі әйелдердің қолданатын гигиеналық тампондарын қолдана бастайды. Және де бірінші, екінші күндері Лорен өзін жағымсыз сезінеді, яғни бір тұмау сияқты, температурасы көтеріліп деген сияқты сондай бір белгілер болады. Бірақ тұмаумен ауырып қалған шығармын деп еш нәрсеге күдіктенбеген Лорен ол нәрсеге көңіл аудармай, дәрігерлерге қарамай жүре береді. Бірақ 2-3 күн өткеннен кейін Лоренді үйінде туыстары ессіз күйінде тауып алады. Яғни ол жерде жүрек тоқтауы орын алады да, және де Лорен реанимацияға түседі. Ол жерде бастапқы уақытта дәрігерлер себебін анықтай алмай, неге жап-жас қыздың жүрегі тоқтап қалды деген сияқты себебін анықтай алмай жатады. Бірақ сол қарап жатқан дәрігерлердің бірі Лоренда қынаптың ішінде тампон тұрғанына көзін жеткізеді. Яғни сол жерде инфекционды токсикалық шок екені анықталады. Яғни орысша айтатын болсақ, инфекционно токсический шок орын алғаны анықталады. Және де Лоренге максималды түрде көмек көрсетіледі. Бірақ өкінішке орай гангрена басталып, яғни Лоренді сол кезде бірінен соң бірі 2 рет ота жасалып, 2 аяғынан айырылып қалады. Яғни инфекционно токсический шок дегеніміз не? Ол адам ағзасындағы қандай да бір бактериялардың мөлшерден тыс көбейіп кетуінен пайда болатын ауру. Және де ол өте жедел, және де өте ауыр өтетін диагноздардың бірі. Және де бұл жерде адам өміріне кәдімгідей қауіп төнеді. Инфекционно токсический шокты бұл жағдайда шақырған ол стафилококк бактериясы. Кез келген адамның ағзасында стафилококк, стрептококк, тағы да басқа бактериялар анықталуы мүмкін. Яғни ол сіздің өміріңізге, денсаулығыңызға қауіп төндірмейді. Бірақ егер де ол бактериялардың мөлшерден тыс көбеюіне жағдай жасалатын болса, осы инфекционно токсический шок орын алуы мүмкін. Лореннің жағдайында ол осы стафилококк бактериясының мөлшерден тыс көбейіп кетуінің салдарынан инфекционно токсический шок басталып, осындай халге түседі. Неге бұндай жағдай орын алды, қыздар? Өйткені етеккір кезінде келетін қанды бөліністер ол таза емес. Және де егер де әйел адамның қолданатын тампонда осы стафилококк деген бактериялар болатын болса, оның үстіне сіз оны ұзақ уақыт дұрыс, және де сіз ол тампонды инструкциясынан басқашалай қолданатын болсаңыз, мысалғы инструкциясына байланысты кез келген тампонды 3-4 сағаттың ішінде ауыстырып отыруыңыз керек. Егер де сіз бұл уақыттан ұзағырақ қолданатын болсаңыз, егер де сіздің қолданып жатқан тампондар осы стафилококк инфекцияларын немесе басқа да бір қандай да бір бактерияларды жұқтырған болса, оның үстіне сіз оны ұзақ уақыт қынаптың ішінде ұстайтын болсаңыз, етеккір келген кезде бөлінетін қанды бөліністер ол кез келген бактерияның өсуіне, тез мөлшерде, тез уақытта өсіп кетуіне қолайлы жағдай жасалатын болғандықтан, ол өте қауіпті болып табылады. Лоренда дәл осындай ситуация орын алған. Сондықтан, қыздар, кез келген тампон ол қауіпті болуы мүмкін. Жалпы инфекционно токсический шок өте сирек кездеседі. Мысалғы 100 000 әйел осы тампондарды қолданатын болса, оның тек қана 5-6-ында ғана осы инфекционно токсический шок кездесуі мүмкін. Бірақ бұл жағдай өте қауіпті болғандықтан, адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін болғандықтан, бұл жағдай орын алуы мүмкін екен кез келген қыз келіншек білуі керек. Бірақ бұл видеода мен сіздерге, қыздар, мүлдем тампондар қолданбаңыздар деп айтпаймын. Қолдануға болады, бірақ нақты әр тампонның өзінің инструкциясымен қолданғандарыңыз дұрыс. Мысалға, егер де сіз қолданайын деп жатқан тампонның сыртқы упаковкасы бұзылған болса,
яғни ол ашық күйінде ұзақ уақыт бір жерде жатып қалған тампон болатын болса, ондай тампонды қолданбағандарыңыз дұрыс. Және де мысалғы әрбір тампонның инструкциясында жазылып тұрады қанша сағат сайын ауыстыруыңыз керек. Сондықтан максималды түрде 3-4 сағат сайын етеккір кезінде тампонды ауыстырып отырғаныңыз жөн. Келесі момент ол түнгі ұйқыға кететін кезде түнгі уақытта мүлдем тампондарды алып тастап, орнына төсемшелерді, кәдімгі прокладки қолданғаныңыз абзалырақ. Өйткені түнгі уақыт ол ұзақ уақыт, сондықтан ол жерде кез келген бактерияның тез дамуына қолайлы жағдай жасалады. Сондықтан түнгі уақытта мүлдем тампондарды қолданбауға тырысыңыздар. Сондықтан бұл видеода қыздар, мен сіздерге мүлдем тампон қолданбаңыздар демеймін, бірақ қолданатын болсаңыздар максималды түрде дұрыс қолдануға тырысыңыздар. Осы жағдай орын алғаннан кейін, барлығы өзінің қалпына келгеннен кейін, Лорен өзінің Instagram парақшасында белсенді болып опрос жүргізген кезде оның анықтағаны почти 99% қыз-келіншектер бұнда инфекционно-токсический шок, бір қарағанда ешқандай зияны жоқ тампонның кесірінен адамның өміріне осындай қауіп төнуі мүмкін екенін мүлдем білмейтін анықтаған болатын. Сондықтан қазіргі таңда Лорен Вассер интернет желісінің белсенді тұтынушысы, және де ол көптеген қыз-келіншектердің көзін ашып, осындай проблемалардың алдын алуға тырысып жүрген қыздардың бірі. Сондықтан бұл видеоны түсіруімнің де себептерінің бірі, қыздар, ол әрбір қыз-келіншек осындай өте қауіпті жағдай болуы мүмкін екенін білуі керек, және де кез келген гигиеналық заттарды қолданып жатқан кезде оның плюстарын және де минустарын әрбір адам білуі тиіс деп ойлаймын. Сондықтан видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұйырса бұдан да пайдалы видеолар сіздерге дайындауға тырысамын. Естеріңізге сала кетейін, менің Instagram және де Telegram парақшаларым бар. Ол жақта мен өзімнің жеке өміріммен, жалпы гинекологияға байланысты, жүктілікке байланысты көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сілтемелердің барлығын осы видеоның астына қалдырып кетемін. Егер тіркелеміз десеңіздер, сол сілтемелерден өтіп, Instagram немесе Telegram парақшама қосылсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет, қыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.